Іс-әрекетті зерттеу деген не? Іс-әрекетті зерттеу деген оқыту мен оқуды жақсартудың маңызды құралы, бұл үздіксіз жүретін үдеріс. Іс-әрекетті зерттеу мұғалімге не береді? Іс-әрекетті зерттеу мұғалімге жалпы өзінің алдындағы проблеманы анықтауға, сол проблеманы шешудің жолдарын іздестіруге, проблеманы шешу жолдарының тиімділігін бағалауға, жалпы сол оқытуды жақсартуда ізденісте болуға, яғни кәсіби дамуға мүмкіндіктер береді. Зерттеудің түрлері туралы айтып берсеңіз. Зерттеудің түрлері ол бірлескен іс-әрекетті зерттеу болуы мүмкін, жеке мұғалімнің іс-әрекетті зерттеуі, мектептің кеңейтілген іс-әрекетті зерттеуі болуы мүмкін, немесе аймақ аралық, 2-3 мектеп бірігіп зерттеу аймағын құрастыруға болады. Бұл осындай түрлерге бөлінеді. Іс-әрекеттегі зерттеу кезеңдері. Іс-әрекетті зерттеу кезеңдері алдымен зерттеу саласын айқындау, одан кейін барып зерттеуді жүргізу, одан кейін барып оның нәтижесін шығару, қайта жоспарлау, ары қарай зерттеуді жетілдіру болып табылады. Зерттеу саласы туралы. Зерттеу саласына келетін болсақ, жалпы қауымдастықта зерттеу жүргізу, ол жерде тәжірибе бөліседі, сол жерден тәжірибе алады, сол жинақтаған тәжірибесін мектептің іс-әрекетті зерттеу мәдениетіне әкелу арқылы өзінің үлесін қосады. Ал бірлестіктің ішінде сол өзінің әріптестеріне зерттеу дұрыс жүргізуге өзінің әдістемелік көмегін береді, немесе алдындағы сыныпты зерттеуге мүмкіндік алады, яғни сыныптың проблемасын шешуде осы іс-әрекетті зерттеу жүргізуге болады, немесе жеке мұғалімнің өз пәніндегі іс-әрекетті жүргізу, мысалы оқушының белсенділігін дамыту, немесе оның оқу сауаттылығын арттыру деген сияқты белгілі бір зерттеу сұрағына байланысты бағытты алып жүру.